Ал қадірмен дағайын сіздермен Мағун сүресінің талдауына тоқталып өтейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Араайталлази юказзибу биддин. Енді бұл жерде ережелер түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде енді мәтті арты, білесіздер. Юказзибу биддин деген кезде мына бидан бірден дәлге түстіңіздер, неге? Өйткені бұл шәмси әрпі болғандықтан ләм оқылмайды, уасыл хамзасы екеуінің ортасына келгендіктен оқылмайды. Фазаликаллази ядуул ятим. Мына жерде мәт бар, мына жерде де мәт бар. Кадан бірден ләмға түсістір, өйткені зәл әрпі бұл қамари әрпі болғандықтан ләм оқылады, және де шәддемен түсістір. Фазаликаллази ядуул. Мына жерде негізі екі ләм бар, сол себепті бұл жерде шәддемен түсістір. Әйтсе, мына жерде ләм сукун болып оқылатын еді, сукун болып, мына жерде де бір ләм болғандықтан, біріншісі сукун болып оқылып тұрғандықтан, екеуін қосып шәддемен оқып отырсыздар. Ядуул ятим, мінекей мынандай. Осындай болып оқылатын еді ғой негізі. Екі ләм болғасын қосылып тұр. Ядуул ятим деп, мына жерде мәтті артқып тоқтап атсыздар. 2, 4, 6-ға тоқтауға болады, және мына жерде әл артиклінің уасыл хамзасы оқылмайды. Я қамари әрпі болғандықтан ләм оқылады, Вала мәт бар, Вала яхудду аля туамил мискин. Бұл жерлерде де тура сол ереже. Және біз алдында да өткен болатынбыз. Фатхалы әріптен кейін вау немесе я әріптері келеді, ешбір харакатсыз, және үстерінде мынандай сызықша қойылған кезде алдыңғы әріптің фатхасын екіге соза бересіздер, ағып оқи бересіздер. Аля деп бұл жерде я мен вау оқылмайды. Аля туамил мискин. Фавайлун лил мусаллин. Фавайлун деген кезде мына ләмға идғам жасап түсесіздер, және де мұрынсыз. Өйткені сукунды нун немесе тәнуиннен кейін идғамның екі ләм немесе ра әрпі келетін болса, сол әріптерді шәддемен оқимыз, сол әріптерге сукунды нунды немесе тәнуиннің нунын айналдырып, және ешбір мұрынға салмайтындығымыз айтқанбыз. Фавайлун лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун. Салатихим деген кезде мына жерде мәт бар, ләм мен әлифтің қосындысы сөздің ортасында осылай жазылады. Мына жерде уасыл хамза сөздің басына келгендіктен ә болып оқылады. Аллазина хум юраун. Енді мына жерде мәт әрпі келіп тұр, және мәттің созылу белгісі келіп тұр. Одан кейін созу себебінің хамза келіп тұр. Және екеуі бір сөздің ішінде келіп тұрғандықтан бұл не болады? Мәтті мұттасыл болады. Яғни бұны 4-ке 6-ға созамыз. Біз жаңа 4-ке создық. Егер бөлек сөзде келді, онда мәтті мұнфасыл 2, 4, 6-ға созуға болатын еді. Ал енді бұл жерде мәтті мұттасыл болғандықтан бір сөзде келіп тұр өйткені. Сол себепті бұны 4-ке созамыз, немесе 6-ға. Сол 4-ке созайық. Аллазина хум юраун ва ямнаунал маун. Мінекей, қадірмен дағайын Мағун сүресінің талдауы осындай. Иншалла жақсылап қайталаңыздар. Алла жеңілдік берсін.